Баш, Кафар, Атемин, Камфа, Вафаймов. Екеуміз тұяқты қамшыны жөндейік. Қазақ халқы ежелден қамшының жын шайтандарды қуатын қасиетін жақсы білген. Ата-бабаларымыз қамшыны шаңырағының төріне ілу арқылы үйдің де, елдің де тірегі, шаңырақтың иесі ер азаматы бар екенін білдірген. Төрге ілінген қамшы айбатты көрінген. Көзі түскен адамның мысын басқан. Қазіргі тілмен айтқанда, зиянды энергияны үйге кіргізбеген. Қамшы тұрған шаңырақта ұрпақ жалғасады деген наным сенім қалыптасқан. Сондықтан да есін білген бала да, ақсақалдар мен абыздар, хан мен қара да қамшыны жан серігі ретінде жанынан қалдырмаған. Көне көз қарияларымыздың айтуларынша, қамшыны құнан өгіздің терісінен илеп жасаған, ал сабын тобылғы ағашынан дайындаған. Қамшының сабы ағашта жасалады, өрімі былғарыдан жасалады.